Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі, өте дәмді, өте жұмсақ, тіл үйіретін алмалы бәліш жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар. Бізге алма керек болады. Шекер керек болады. Сұйық май керек болады. Майонез керек болады. Егер сметана болса, орнына сметана қолдансаңыздар да болады. Шым-шым тұз керек болады. Разрыхитель керек болады. 3 жұмыртқа керек болады. Және ұн керек болады. Жұмыртқаға шым-шым тұзды және шекерді саламыз. Әппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлейміз. Майонезді саламыз. Жақсылап араласқанша миксерлейміз. Сұйық майды құямыз. Тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнға разрыхительді салып араластырып аламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Ұнды міндетті түрде бөліп салып миксермен араластырып аламыз. Бір штук алманың қабығын ашып, тазалап, осылай видеода көрсеткендей етіп, көбіктеп тураймыз. Дайын болған массаға салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны осындай пергамент қағаз төселген формаға құямыз. Алманың ортасын осылай алып тастаймыз. Алманы осылай видеодағыдай етіп тураймыз. Туралған алмаларды осылай әдемі етіп видеодағыдай қылып салып шығамыз. Бетін әсемдегенге 2 штук алма кетеді. Пирогты алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 1 сағат шамасында пісіріп аласыздар. Пирогтың бетіне осылай шекер сеуіп шығамыз. Пирогтың піскен-піспегендігін осылай зубочистканың көмегімен білетін боламыз. Пирогтың бетіне ыстықтай осылай қант ұнтағын сеуіп, суытып қою керек. Міне достар, біздің алмадан жасалған бәлішіміз дайын. Қазір міне кесіп көрсетемін. Міне достар, менің рецептім бойынша жасасаңыздар, осындай болып, биік болып көтеріледі және өте жұмсақ, өте дәмді болады. Достар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпайық.